Bizde birinchi pH istep atiladi gemimizde mutatsiya bo'ladi. O'sha mutatsiyaning asarining bizde bir alfa gidroksilaza deb atiladigan fermentning belsenkligi төмен deydi. Bu fermentning belsenkligi төмен degundan bizde D vitamin aktivsiz formasından aktiv formasına aylana olmay qoladi. Bu aktivsiz formasına aktiv formasına aylana olmay qolgandan keyin bizga reaksiya bo'lsa, ya'ni bizga fosforning qaytadan qilmasini buziladi. Bu yerga kalsiyga da тоже әсер ететін болып табылады. Bir kalsiy төмен сөйтіп бізде фосфорымыз ағзаға жетіспей қалады. Фосфор ағзада жетіспейді. И кальций төмен. Иә. Кальцийде біз кальций төмен дегенде бізде КПД жоғарылайды. Иә. Парат гормон жоғарылайды. И парат гормон жоғарылағаннан кейін бізде анау сілтілі фосфатиза деген төмен жоғарылайды. Бұл кальциймен ағзадағы кальциймен фосфорды басқа өнімдерден бөліп ағзаға жіберу үшін жоғарылайды. Бірақ бұл жоғарылап кетеді. И одан кейін бізде жаңағы реакция жасалғаннан кейін бізде зәріміз қанға емес, керісінше зәрге кетіп қалады. Фосфорлар біздің зәріміздің құрамындағы фосфордың мөлшері көбейіп кетеді. И одан кейін бізде қанда фосфор төмендейтінін айттық. Және бізде сол қанда фосфор төмен болғаннан кейін бізде сүйектердің минерализациялық процесі болады. И ол бұзылғаннан кейін сүйек бізде әлсіз болады, жұмыс араны, томалар өзгереді, сөйтіп бізде пайда болады. Бірақ мына жақта бізде шикілік бар, мына жақта. Ол нақты анықтай алмайды.